Жуырда ғана қазақтың Псайы Очоу бейнебаян түсіріп жатқанын айтқан едік, күні кеше ол дайын болды. Алысып өз ойыңмен бекер кетерлейсің, мендегі көзқараспен санаспайсың. Мың түрлі сұрақ қойып тергейсің, ау тергейсің. Бір уақыт түсінуге ойыңды білмейсің, себебі сен шындықты мүлдем көрмейсің. Бейнебаян өте қызықты шыққан. Әншінің айтуынша онда айтарлықтай ой бар. Бұл енді не жайлы деген сұраққа жауап беретін болсақ, бізде небір талантты азаматтар бар, азаматшалар бар, осы қаржыға байланысты шыға алмай жүрген. Сол себепті біздің небір музыканттарымыз көшеде жүруі мүмкін тіпті. Сол себепті бұл өнердің ақшамен бағаланбайтынын көрсеткім келген. Осындай мағыналы туындының режиссері Очоудың өзі. Бұл енді бейнебаянда мен алғашқы өзімнің режиссерлік жұмысым. Өзімнің әкем ойнады басты рөлде. Әсіресе Олжас Абайдың әкесіне бұйырған рөл өте мағыналы. Бұл жерде енді ол тек персонаж образ ретінде алынған. Ол негізі әкем сенімнің рөлінде. Кез келген адам өзіне сенсе, арманына сенсе, мақсатына сенсе, белгілі бір жетістікке жетеді деген ойдамын. Оған өзімнің өмірімнен де алдым десем болады. Айтпақшы, күні кеше кәріс әріптесі, яғни Псай да кезекті туындысын жарыққа шығарды. Бұл қалай Олжас? Псаймен салыстырып жатыр, Псай екеуі бір күнде шығарыпты дейді. Енді ол жерде негізгі намерениясы, негізгі темперамент жағынан ұқсастық болуы мүмкін. Өйткені ең бірінші сол Псайдың клипін көргеннен кейін осыны яғни жаңалық кішкене ерекшелік енгізуге барынша тырыстым. Бірақ енді ол жердегі әнде, сөзде, музыкада еш жерден алынбаған, ұрланбаған. Ол өзім жеке отырып шығарған ойымыз. Мұнымен Очоу тоқтап қалмақ емес, көп ұзамай бірнеше туындысын таспаламақ. Жаңағы өзің таңда деген әніме клип бейнебаян түсірем. Одан кейін Шұқын Жамалбекпен екеуміздің дуэтіміз бар. Соған бір бейнебаян түсіреміз. Амалым деп аталады. Енді атын толық қойған жоқпыз. Содан кейін тағы да Сырғаңның сыңары деген әнге бейнебаян түсіреміз. Енді барлық әндеріміздің очередной бір әннен кейін екінші әнге барынша бейнебаян түсіріп отыруға тырысамыз. Қарқыныңыз жаман емес, Очоу. Тек соларды уақытлы орындап отырсаңыз болар еді. Өйткені кейбір әншілер уәдесінде тұрмайды. Сол тізімге еніп кетіп жүрмеңіз.